40 желтоқсан президент күні құтты болсын. Елбасымыз жолдайды, халқы оны қолдайды. Ешқашан да орынсыз шешімдері болмайды. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды. Осындай жақсы адамның жақсылығы тарайды. Тәуелсіздікті елге сыйлады, бейбітшілікті қалады. Орындалып арманы халқымыздың ажары. Осының бәрі әрине елбасының арқасы. Біз мына кішкентай жас ұландар елдің болашағымыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы біздің болашағымыз. Жарқын болып, отбасымызбен бақытты өмір сүруіміз, алаңсыз білім алуымыз үшін көп еңбек етті. Елбасы өте ақылды, білімді, дана, дара тұлға. Мен де болашақта сондай білімді, ақылды болғым келеді. Өзімнің Қазақстан деген кең мемлекеттің ұланы екеніме қуанамын. Мен еліммен мақтанамын, елбасыммен мақтанамын. Қазағымның жарқыратқан маңдайын атсын таңдар күлімдеп сізге әрдайым. Қақтырған талай дүниенің таңдайын мен мақтанамын елбасыммен әрдайым. Нұрсұлтан атамызға зор денсаулық тілеп, мерекемен құттықтаймыз. Біз сіздің сеніміңізді ақтаймыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келді. Саналы өмірін еліне, жеріне арнады. Нұрсұлтан Әбішұлының өмірі бізге өнеге. Нұрсұлтан Әбішұлы еліміздің тұңғыш президенті. Балалар, біз еліміздің болашағымыз. Отанымызды көркейту үшін аянбайық. Өмір жолын қарапайым жұмысшыдан бастап, саналы өмірін елін көркейтуге арнаған, отанын жанында сүйетін тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты үлгі етемін. Еліме қызмет етуге дайынмын. Мен өз елімнің патриотымын. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттігімізді орнатып, оны қалыптастырып, өзінде, елінде әлемге мойындатқан заманның аса дарынды тұлғасы. Аумалы төкпелі заманда мың өліп, мың тірілген қазақ, 3 ғасыр бойы іздеген мұратына да, арманына да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұсында жетті. Ел тынысы тереңінен танып кең, шарапаты бар адамға дарып тең. Елбасының есімі бұл тарихта қалар анық өшпес алтын әріппен. Оян жастар, оянатын кез келді, бұрынғыдай замана жоқ өзгерді. Әуел басты ақша болса құндылық, қазіргі таң білім күші тең келді. 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылы Үшқоңыр жайлауында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дүниеге келген. Балалық шағы таршылық жағдайда өткен. Үлкендерге мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсетіп, шөпшектері отын жарған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алады. Санаттың басын қосып Қазақстан, бекемдеп саясатын іш пен тыстан, елбасы алдына болжай біліп, сүрінбей аман өтіп дағдарыстан. Жыл сайын табыс қосын табысыңа, әр қазақ берік болсын намысыңа. Нұрсұлтан Назарбаев бастай берсін, нұрлы жол, нұрлы заман бақытына. Қазақстандай мемлекетін басқарған, жұлдыз болып жаңа жолға бастаған, елбасымыз Нұр ағаның арқасы жеткен осы мұраттарға аңсаған. Тілмен дінім, ұятым арым берекем, елмен жерім арманым мұңым мерекем. Алатау тұлға оранған нұрға бақтарып, тәңірден тағым бұйырған дара ер екен. Елбасым, айбарым, ардағым, елбасым, ойлаған халқының арманын, кемеңгер көрігім. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Шамалған ауылында дүниеге келген. Қазақстанның мемлекеттік қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті.
1990 жылы 24 сәуірден бастап 2019 жылдың 20 наурызы аралығында Қазақстан президенті болды. 2019 жылдың 19 наурызынан бастап Қазақстан Конституциялық кеңесінің мүшесі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көптеген кітаптар жазған және де шетелдік қазақстандық медальдармен марапатталған. Зор күнді артымызға тастаған, қиын сәтте қиындықтан қашпаған, тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген елбасымыз Нұрағаның бастауы. Туды ұстап, тура жолға түсіріп, жас отанын өмірінде түсініп, елім жерім деп ұрандап тайсалмай, бір керемет жасады кісілік. Сынып оқушысы Әбіжан Мадияр. Нұрсұлтан Назарбаев туралы өлең жолдарын арнаймын. Тамырын терең тарихтан тартып екшеген, жүзінен нұры жүректен жыры өшпеген. Тәуекел қайық бақытқа басты жол ауыр, келеді елі бастаған ұлы көшпенен. Бір басында кемеңгерлік, даналық, елін сүйген ері үшін жаралып, сол кісідей болса болсын, әр алып, адамдықтың аласамыз үлгісі. Бір өзіне жатқан үшін таралып, бүгін тұңғыш президенттің күніне әсем әнді шырқата бір салалық. Қазақстандай мемлекетті басқарған, жұлдыз болып жаңа жолға бастаған, елбасымыз Нұрағаның арқасы, жеткеніміз мұраттарға аңсаған. Оян жастар, оян атын кез келді, бұрынғыдай замана жоқ өзгерді. Әуел баста ақша болса құндылық, қазіргі таң білім күші тең келді. Ерен ұл Нұрсұлтандай асқаралы, егемен елімізді басқарады. Қарттары риза болып елбасына айрықша асқақтайды жастар әні. Елбасымыз жолдайды, халқы оны қолдайды, ешқашанда орынсыз шешімдері болмайды. Елбасы елді қорғайды, халық қамын орайды. Осындай жақсы адамның жақсылығы тарайды. Ауыр күнді артымызға тастауы, қиын сәтте қиындықтан қашпауы, тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген елбасымыз Нұрағаның бастауы. Туды ұстап, тура жолға түсіріп, жас отанның өмірінде түсініп, елім жерім деп ұрандап тайсалмай, бір керемет жасады кісілік. Қазағымның туын тіккен елбасы, ұл-қызынан үміт күткен елбасы, қазақ елін аялаған елбасы, қиындықтан сая болған елбасы. Нұр ағамыз нұрдай боп қазақтың, нұр сыйлаған көк тәңірім ғажапсын. Нұрын шашып жібергенде елбасы, ізі қалмай кетеді бастан кешке азаптың. Ел танасын тереңнен танып кен, шарапаты бар адамға дәріптен, елбасының есімі бұл тарихта, қалар анық өшпес алтын әріппен.